Алматыда Билл Виоланың орталық Азиядағы тұңғыш көрмесі ашылады. 1 шілдеден бастап Алматы Museum of Arts қабырғасында видео-арт өнерінің әлемдік классигі. Америкалық суретшінің өнерімен жақынырақ танысатын мүмкіндік туып отыр. Бұл орталық Азия аймағы мен Қазақстан үшін ғана емес, өнер кеңістігі үшін де тарихи оқиға болмақ. Ауқымды жоба Халық банк стратегиялық серіктесінің қолдауымен жүзеге асты. Көрменің уақыт кеңістігі деп аталуы тегін емес. Билл Виола өз шығармашылығында уақыт феноменін, адамның ішкі эмоциялары мен жан дүниесінің құбылуын терең зерттеген. Оның өнердегі басты миссиясы келушілерге қарбалас сыртқы әлемді ұмыттырып, осында және қазір болу бақытын сыйлау. Көрмеде от құшағындағы әйел, Трестианның көкке көтерілуі сынды атақты инсталляциялары бар. Билл Виола 40 жылдан астам уақыт ішінде бейнені көркемдік құрал ретінде жаңа деңгейге көтерген. I think in this exhibition, in all exhibitions that we do, we feel that we give people the gift of time. And that's really important because once people come here, they can breathe easily, they can slow down, the outside world is gone. And Bill used to always say, art for me is waking up the soul. Көрмеге қойылған 18 туындының біреуі ғана мұражай қорына тиесілі, ал қалғаны Алматыға тікелей Билл Виоланың студиясынан арнайы жеткізілген. Ауқымды мәдени жобаның жүзеге асуына стратегиялық серіктес Халық банкінің қосқан үлесі зор. Егер қолдау болмаса, музей халықаралық деңгейдегі мұндай амбициялы әрі күрделі жобаларды өз бетінше өткізе алмас еді, дейді Алматы Museum of Arts музейінің көркемдік жетекшісі Меруерт Қалиева. Мы начали с ними сотрудничество в марте этого года, и благодаря поддержке Халыкбанка эта выставка состоялась. Скажем так, без поддержки Халыкбанка наш музей не смог бы делать настолько интересные, амбициозные проекты с международными художниками. Қала тұрғындары мен қонақтар үшін Билл Виоланың өнерімен танысуға жарты жыл уақыт бар. Көрме 1 шілдеде ашылып, 17 қаңтарға дейін созылмақ. Сондай-ақ арнайы каталог та жарық көрді. Оның ішіне Билл Виоланың 2001 жылғы сұхбаты жарияланған. Бұл басылым көрерменге суретшінің ішкі әлемін тереңірек түсінуге жол ашпақ. Жадырау Маржан, Әсет Құндақбаев, Атамекен бизнес.